Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар. Бүгін біз сіздермен баланың ұсақ қол моторикасын дамытуға арналған үй жағдайында ойнауға болатын ойындармен танысатын боламыз. Бұл ойындар баланың ойын, зейінін, ойлау қабілетін дамытуға көмектеседі. Ең алдымен менің парақшама жазылуды және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді өзіміздің бірінші ойынымызға қажетті заттарды алайық. Оған ең алдымен ыдысқа 2 түрлі дәнді дақылды салсаңыздар болады. Мен маш пен горохты салдым. Және де осыны бір-біріне араластырып балаға тапсырма береміз. 2 дәнді дақылды 2-ге бөл деп. Бала бұл тапсырманы орындау барысында 2 қолын бірде пайдалану қажет, 2 қол саусақтарын. Сонда баланың ойлау қабілеті артып, ұсақ қол моторикалары оянатын болады. Осы арқылы балада почеркісі әдемі болып, және де ойлау қабілеті артып, балаға көмектеседі. Бұл тапсырманы орындау барысында баланың қасында отырып, баламен бірге сөйлесіп, бірге көмектесуге тырысыңыздар. Сонда бала өзін жақсы сезінетін болады, оның өзіне деген сенімділігі артады. Ал келесі тапсырмаға келетін болсақ, оған өзіміздің пластилинді алып балаға тапсырмалар береміз. Өзінің жақсы көретін ойыншығын жасаса болады, немесе тамағын жасап. Және де осы тапсырманы орындап болған кезде бала сізге не орындағанын, бұл және де не үшін қажет екенін екеуіңіз бірге талқылауларыңыз қажет. Сонда баланың өзінің ойын жеткізе алу қабілеті де кішкене, баланың өзіне жеткізе алу қабілеті де артатын болады. Өзіне сенімділігі артады, өзінің ойын жеткізе алатын болады. Және де қоршаған орта туралы өзінің ойы қалыптасатын болады ең бастысы балада. Онымен бірге баланың ұсақ қол моторикаларды жұмыс жасайтын болады. Сонда балаға қызықсыз болмайды оны жасау. Әрқашан балаға көңіл бөлу қажет. Қазіргі кезде мысалға балалардың көбісі өзінің балалардың аяқ киімдеріндегі балаларын байлай алмайды. Оған балалардың ойы әлі қалыптаспай жатыр. 1-2 сыныптағы балалар да әлі оны жасай алмайды. Сондықтан ата-аналар көбірек көңіл бөлуіміз қажет балаға. Әрқашан баламен бірге оны жасаған жұмыстарын, ойындарын бәрін бірге талқылаңыздар. Оны не үшін жасады, бұл қандай зат деп бәрін сұрап отырсаңыздар, баланың өзінің ойын жеткізе алуы қалыптасатын болады. Еркін сөйлейтін болады, өзіне сенімділігі артады. Әрқашан өзінің ойын жеткізіп, қайсы не дұрыс, не бұрыс емес екенін ажырата алатын болады. Достар, жақсы сау болыңыздар. Келесі көріскенше.